Достар, мен оралдым Сако KZ каналынан. Сәлем достар. Бүгін біз не істейміз? Мен бүгін жаңадан летсплей бастайтын боламыз. Яғни біз Майнкрафтта выживать ететін боламыз. Бұл выживанияның мақсаты неде? Майнкрафтты ұтып тастағым келіп тұр менің. Майнкрафтты ойнамағалы көп болды. Және мен каналда жоқ болып кеттім. 1-2 жылға оған кешірім сұраймын. Оның да өзінің себептері бар. Енді басқа да заттардан видеолар шығатын болады, және Майнкрафттан. Сонда біз новый мир ашамыз. Выживание. Сложности нормальный лайық. Және айтпақшы, бұл версия 1.1.5. Неге 1.1.5 десеңіздер, маған өзіме 1.1.5 ыңғайлы. Новый версияда жазуға болады. Егер де осы видеода 100 лайк жиналатын болса, онда мен новый версияда бастайтын боламын, осы мирді жалғастыратын боламыз. Бірақ 100 лайк жиналмайды. Онда біз мирді ашайық. Біз пайда болдық. Бірінші, барлық выживанияда болатындай біз ағаш жинаймыз. Егер де сіздер телефоннан мен сияқты Майнкрафт ойнағыларыңыз келсе, онда осы видеоға 15 лайк жинаймыз. Сол кезде мен Майнкрафтта қалай жазуға болатын туториал жасаймын. Біз онда не істейік? Верстак жасаймыз. Енді палка және ағаш кирка жасайық. Бұнда зомбилар жүр ма? Сіздерге де дауыс шықты ма? Бұнда зомбилар жүрген сияқты. Онда біз булыжник подъедем. Аштерден. Вообще міне. Бізге мынау керек емес. Жарайды, алып жүре берейік. Тас. Әзірше бізге 8 тас жеткілікті сияқты. Келесі бөлімде тезірек шығаруға тырысатын боламын достар. Сіздер де арнаға подписаться етіп және лайк басып отырсаңыздар. Сіздер үшін бұл 5 секунд болса, маған өте қуанышты зат. Қой, жарайды. Бізге енше қазір палка керек. Және тас заттар жасасақ болады екен. Балта және қылыш. Болды. Енді бізде тас заттар бар десек болады, барлық. Жақында мен хардкор ойнауым мүмкінмін, бірақ ол мүмкін ба, мүмкін емес па білмеймін. Енді бізге үй салатын жер керек. Бұл бірінші бөлім болғандықтан, бұл бөлім маған дамуға, ресурстар жинауға көбірек болады. Алдағы уақытта қызықты заттардың бәрі болады. Әлі пещераға барамыз, алмас табамыз. Портал. Бізге мына жүре берейік. Бізге қазір 4 бұрышты коробка салсақ та жететін сияқты. Сосын дұрыста прокачать етіп боламыз. Сиыр. Бізге ет как раз керек. Қайда? Жарайды. Анжыр. Так. Жерлерде үй салуға жерлер бар ма? Мына жерлер болады екен.
Бұл жерге үй салсақ бізге жақсы сияқты, иә. Мына жерде таулар бар. Наяқ орман, ағашқа. Ана жерлерде тас, ана іште шахта бар. Осы жер жақсы сияқты, онда осы жерге үй салған дұрыс деп ойлаймын. Мүмкін болашақта көшуіміз мүмкін біз. Онда мен осы жерге үй салып бастасам болатын сияқты. Енше мен үйді салып бітірген соң оралуым мүмкін. Достар, мен осында үй салып жатырмын, я керемет емес, бірақ бұл бірінші бөлім, достар. Келесі бөлімдерде бұл үйді күшейтеміз, кешіңіздер. Бұл үйді күшейтеміз, жақсартамыз. Бұл уақытшаға. Менде айтпақшы қазір инвентарымда 3 шым бар. Бұл бізге төсек жасауға ыңғайлы. Қазір біз достар, осылайша біздің бірінші бөлім аяқталады. Кешіріңіздер, бұл бөлім өте аз болды. Бірақ келесі бөлімде көп болуы өте мүмкін. Алайша сау болыңыздар.